құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызда қонақ таныстырып өтетін болсақ, Айдарбек Әмірбек, Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің мемлекеттік басқару және халықаралық қатынас кафедрасының меңгерушісі. Айдарбек мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді осы соңғы кезде, осы соңғы аптада, осы Польшадағы жағдай өршіді. Енді босқындар алғашқыда Литва шекарасын торуылдады. Осы күздің басында енді осы Польша шекарасында енді жаппай 10 мыңдаған босқын бар деген болжам бар. Енді осы ретте осы жағдайға Еуропалық одақ Беларусь президенті Александр Лукашенконы кінәлауда. Бұл рас емес ғой ма? Енді тек қана бұл оқиғаларда Беларусь басшысын кінәлау өз басым дұрыс емес деп есептеймін. Себебі бұл оқиғаларды жалпы алып қарайтын болсаңыз, былай ғалымдардың да былай тұжырымдамасына негіздейтін болсақ, мысалға бізде халықаралық қатынастарда өте маңызды неоклассикалық реализм және неореализм негізі тұжырымдамалары бар. Бұл тұжырымдамалар бұрынғы Кеңес одағынан тәуелсіздік алған елдерді терең зерттеп, олардың ұстанған сыртқы саясатын талдайтын тұжырымдамалар. Егер осыларға жалпы сілтеме жасап, осы тұжырымдамаларды негізге алатын болсақ, негізі Кеңес одағынан кейінгі тәуелсіздік алған елдердің басым бөлігінің сыртқы саясатына көбінесе алып елдердің ықпалы өте көп әсер етеді, және олардың сыртқы саясаты осы алып елдердің ұстанған сыртқы саясатына бір реакциялық жауап беру сыртқы саясаты ретінде жалпы байқалады. Бұл жерде айта кететін жайт, енді тек қана Беларусь басшысының бұл жерде кінәсі бар деген дұрыс емес деп есептеймін өз басым. Неге? Бұл оқиғаларды жалпы бұдан бір жыл бұрынғы оқиғалармен де байланысты сараптау керек. Бұдан тамыз айында 2020 жылы өзіңізге мәлім болғандай, бұл президент сайлауы болған болатын Беларусияда. Бұл сайлаудан бұрын Еуропалық одақ елдері мысалға кейбір мәлімдеме жасады басшылары. Мәлімдемелер, егер Беларусияда саяси кейбір өзгерістер, саяси жүйеде өзгерістер орын алатын болса, Беларусияға 3 миллиард евро көлемінде қаржылай көмек беретін мәлімдеген болатын. Енді бұл әрине мәлімдеме бір жағынан Беларусия ішіндегі кейбір оппозициялық топтарды белсенді болуға, оларға белгілі бір саяси биліккемен текетірес болуға бір жол ашқан болатын. Соның нәтижесінде енді әрине тамыз айында ресми түрде сайлау өтті. 2020 жылы бір жыл бұрын оның басшысы ретінде, енді президент ретінде Александр Лукашенко сайланды ресми түрде, бірақ соған қарамастан Еуропалық одақ елдері оның билігін, басшылығын әлі күнге дейін, әсіресе Ұлыбритания, Еуропалық одақ елдері мойындады деп айтуға келмейді. Сол дәуірден бастап алып сараптайтын болсаңыз, мысалы санкцияларды баса қата өзінің саяси құрал ретінде пайдаланып, әлі күнге дейін мысалы Беларусияның ішіндегі ішкі саяси тұрақтылықты, Беларусия ішіндегі көптеген саяси жүйеге кері әсерін тигізіп отыр. Сондықтан бұл әрине босқындар мәселесі бәлкім Беларусия тарафынан бір саяси құрал ретінде қолдану мүмкін, бірақ бұл тек қана Беларусияның кінәсі деп қабылдамау керек. Бұл жерде әрине белгілі бір мөлшерде Еуропалық одақ елдерінде бір ықпалы бар, оларында белгілі бір мөлшерде кінәсі бар деп түйіндеуге болады деп есептеймін өз басым. Енді осы босқындарды Беларусияның тіпті шекарашыларды итермелеп сол жаққа бағыттап жатыр деген, мысалға Беларусьтің ұлттық әуе компаниясы оны Ирак пен Иорданиядан тасымалдады дегенде ақпараттар көп, жетерлік. Тіпті Польша жағынан видеоға түсіріп алған кездерде болды. Бірақ енді осы тарапта осыларды дәлел ретінде келтіре отыра Еуропалық одақ Беларусьға жалпы санкция жарияламақ. Осы санкциялар енді Беларусь экономикасына жалпы оның ішінде Александр Лукашенконың билігіне қаншалықты зардабын тигізуі мүмкін? Енді жалпылама жаңағын айттым ғой, Еуропалық одақ елдері Беларусияда көбінесе бұл босқындар мәселесі бір саяси құрал ретінде пайдаланып отыр. Беларусия бұл босқындар арқылы бір жағынан өзінің билігін мойындатқысы келіп отыр қазіргі таңда Еуропалық одақ елдеріне. Ал Еуропалық одақ елдері әрине бұл санкциялар арқылы өзіне Еуропалық одақ құндылықтарына жақын, одан кейін Еуропа елдеріне жақын саясат ұстанатын оппозициялық тұлғаларды қолдап отыр. Әрине бұл Беларусия мен және Еуропалық елдер арасында кейбір текетіреске, түсінбеушілікке әкеп соқтырып отыр. Енді бұлардың зардабы Беларусияға қандай болмақ? Мен жалпы Беларусияның экономикасын өзім сараптап шықтым. Беларусияның өзі экономикалық тұрғыдан көбінесе алдыңғы қатарда тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдермен байланысы өте күшті өрбіген. Солардың ішінде әсіресе Ресеймен.
Бұған қоса қазіргі таңда экономикада әлемдік деңгейде өте маңызды орынға ие Қытаймен де байланыстар күшейіп жатыр. Енді бұл зардапты жалпы сараптап білу үшін, мысалы, бұны Еуропалық одақ елдері өздері саяси құрал ретінде қолданғандықтан белгілі бір мақсаттарға жету, өзінің айтқанын мойындату мақсатымен негізі санкциялар жариялап отыр. Қазірге дейін 4 санкция жарияланды, бұл 5-ші негізгі санкция. Бірақ жаңағына өзім айтып өткендей, бұл негізі санкциялардың ең бастауы былтырғы президенттік сайлауынан бастау болады. Бірақ қазірге дейін бұның зардабын Беларусияға алып қарасаңыз, экономикалық тұрғыдан болсын, жаңағы халықтың әл-ауқаты тұрғысынан бұның айтарлықтай бір зардап тигізді деп айтуға келмейді. Бұның себебі, өйткені қазіргі таңда Беларусияны да қолдап отқан, мысалға, көршілес алып елдер бар. Олар көптеген субсидия беруде, олар экономикалық тұрғыдан көмек қолын ұшын созуда. Бұл әрине экономикалық тұрғыдан және халықтың әл-ауқатын қамтамасыз ету тұрғысынан Беларусияға өте көп үлес көмек көрсетіліп жатыр. Жалпы алып қарайтын болсақ, енді бұл жердегі мәселе, мысалға, Еуропалық одақ өз елдері де бұны өте жіті зерттеп негізі талдап жатыр. Мысалға, Ян Хагемейр және Андерс Ослунд деген өте маңызды экономисттер бар Еуропада. Олар осы жақында маңызды бір құжатты жариялаған болатын. Яғни құжаттың атауы саяси құрал ретінде Беларусияға жасалған санкциялардың ықпалы атты бір құжат болып есептелінеді. Мен бұл құжатты өзім алып бүйтіп жапты оқып сараптап көрдім. Құжатта негізі тек қана Беларусияның өзіне тікелей егер санкция жасайтын болса, бұның зардабы өте төмен деңгейде болады деп есептейді олар. Олардың айтуынша бұл белгілі бір мөлшерде зардап тигізу үшін, негізі белгілі бір мөлшерде ықпал ету үшін, бұл Беларусияны қолдаушы басқа да қаржылық қорларды көршілес елдердегі, әсіресе мысалға маңайындағы оны қолдап отқан қаржылық құрылымдарға және қаржы компанияларға да белгілі бір мөлшерде санкция салған жағдайда ғана бұл Беларусияға әсер етеді деген бір ой тұжырымдап жатыр. Енді жалпы алып қарайтын болсақ, менің өз ойым, бұл жалпы санкциялар әрине белгілі бір дәрежеде Беларусияға әсер етуі мүмкін, бірақ Беларусияның мысалға тәуелсіз мемлекеттер достастығы, әсіресе Ресей, Қытай сияқты елдермен байланысы өрбіп, экономикалық байланысы өрбіп дамып жатқан жағдайда бұл зардап онша әсер ете қоймас деп өз басым есептеймін. Енді осы Польша үкіметі де Беларусь президенті Александр Лукашенко да айтқан екен, екеуі бір-бірін айыптады. Қарулы қақтығысқа дейін бару мүмкін. Польша Беларусь жағы арандату жасау мүмкін десе, Беларусь президенті керісінше Польша жағы арандату, яғни осындай, енді орысша айтқанда провокация, әскери провокация жасау мүмкін деген. Яғни осы тұрғыда босқындар, сол жердегі 10 мыңға жуық босқын, екі жақты бір-біріне айдап салып, арты қарулы қақтығыс болуы мүмкін бе? Енді халықаралық қатынастарда жалпы қақтығыстар, соғыстық бір қауіп болу үшін өте маңызды себептер қажет. Мысалға, сол себептердің біреуі, егер мысалға сіздің тәуелсіздігіңізге, егер сіздің жаңа жер тұтастығыңызға, территорияңызға стратегиялық мәні бар, мысалға, өте маңызды мемлекеттік мекемеңізге, егер Конституция тарапынан белгіленген саяси жүйеңізге кері әсер төндіретін қауіптер болатын болса, онда қарулы қақтығыс болуы мүмкін. Алайда қазіргі таңда қарап тұрған кезде, мысалға, Беларусия тарапы Еуропа одақтың ұстанып жатқан саясатын өзінің Конституция тарапынан белгіленген саяси жүйесіне белгілі бір қауіп ретінде қарап жатыр. Сондықтан жүрді әрине Беларусияның қажет болған жағдайда өзінің жаңағы саяси жүйесін, конституциялық жүйесін қорғау үшін бұндай бір қақтығысқа бару мүмкін. Алайда Еуропалық елдер бұған барама. Еуропалық елдерге әрине бұндай қақтығысқа бару тиімсіз болып есептелінеді. Себебі қазіргі таңда егер бұндай бір қақтығысқа кіретін болса, әрине Беларусияны да қолдаушы базы кейбір алып елдер бар. Бұл елдердің де араға түсуімен бұл мәселе өте ұршығып кетуі мүмкін. Сондықтан менің ойымша бұл жерде кішігірім текетірес болады, алайда бір қарулы қақтығыстың болуы болмайды деп есептеймін өз басым. Бірақ осыған қарамастан, енді мысалы Германия қазіргі таңда бұл қақтығыс болмау үшін, бұл шиеленістің алдын алу үшін Ресеймен тығыз байланыста болып отыр. Және Ресейдің ықпалымен, және Ресейдің Беларусияға ықпалымен пайдалана отырып, бұл мәселені мәміле жолы арқылы шешу үшін барлық шараларды, дипломатиялық келіссөздерді жүргізуде. Енді осы
Польша бірде-бір босқынды қабылдамаймыз деп бір қатаң позиция ұстанып отыр, иә. Ал енді Біріккен ұлттар ұйымының балалар мәселесі бойынша оның ішіндегі бөлімдерін басшысы айтқан екен, осы Польша мен Беларусьтің шекарасында тұрған әсіресе балаларға көп көңіл бөлу керек, олар тамақсыз, суықтап отыр дейді. Енді осы жағынан енді Польшаға да үндеу жариялаған екен, босқындарды қабылдасын деп. Енді Польша осы үндеуді тыңдап, осы босқындардың бір бөлігін болмаса, осы балаларды сондай бір жеңілдік жасап қабылдауы мүмкін бе? Енді жалпы мынау Европа елдерін алып қарайтын болсаңыз, босқындарға байланысты қазіргі шекарада болған, мысалы бұқаралық ақпарат құралдарында, мысалы 2000 мен 4000 аралығында босқындар бар дейді. Бұларды қабылдау Европалық одақ елдері үшін негізі қиынға соқпайды. Оның экономикалық әл-ауқаты, оларды толыққанды қамтамасыз етуге барлық күш-жігері бар. Бірақ бұл босқындар мысалға тек қана Польшаны қоныстанбайды, себебі қазір Европалық одақ елдері ішінде босқындарға ең жақсы жағдай бұл Германияда жасалған. Сондықтан бұл жерде қауіп көбінесе Германиядан туындап отыр. Германия мысалға, егер бұл босқындар Польшаға кіретін болса, бұлар Польшада қоныстанмай, ертелі-кеш бәрібір Германияға бет бұрып келеді деп есептеуде. Бірақ ең негізгі қауіп олардың ойынша, мен өзімде бүйтіп жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының сарапшылардың пікірлерін, басшылардың баяндамаларын бүйтіп сараптап шықтым. Олар неден қауіптенеді? Егер бұл босқындарға жол ашылатын болса, бұл Ауғанстандағы, Таяу Шығыстағы басқа да босқындарға белгілі бір үлгі болып, одан кейін босқындардың саны көбейіп, топтап Европа елдеріне қоныс аударама деген бір қауіп бар. Сондықтан мен өз басым бұл Европалық одақ елдері, Польша қазіргі таңда бұл босқындарды өз елдеріне кіргізу дегенге онша оң көзбен қарамаймын. Көбінесе бұны жаңағына да айтып өткендей, Беларусиямен белгілі бір мәміле арқылы, саяси мәміле арқылы шешуге тырысады. Себебі егер бұл босқындарды ішке алатын болса, әрине жаңа Ауғанстан тағы басқа аймақтардан босқындар топтап кіретін болса, бұл біріншіден Европалық одақ елдері ішіндегі ішкі қауіпсіздікті, одан кейін экономикаға да белгілі бір әсер тигізетін болады. Сондықтан бұл мәселе менің ойымша көбінесе Беларусиямен әрине тығыз байланыста болып, және Беларусияға тікелей ықпалы бар Ресеймен де байланысты болып, Германия осындай бір үш жақты бір келісім арқылы, бір мәміле арқылы шешудің жолын қарастырып, бұл мәселеде дипломатиялық тәсілдер арқылы шешіледі деп есептеймін. Бірақ тікелей Европалық одақ елдері бұл босқындарға өз елдеріне қабылдайды деп мен өз басым есептемеймін. Айдарбек мырза, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың уақыты өз соңына келіп қалды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.